иә. Бұл жерде айырмашылық қандай басқа есептерден? Яғни бұл жерде у тәрізді түтікшеде сынап бар, су бар, керосин бар екен. Бұл жерде де дәл осылай, мына жерде сынап та бар, керосин да бар, су да бар. Мына есеп пен мына есеп екеуі почти бірдей. Бірақ мына жерде не деп айтылған? Мына үшінші есепте сынап бірдей деңгейде болу үшін деп тұр. Ал мына жерде ондай бірдей деңгейде болу үшін деп айтып тұрған жоқ. Және де бұл жерде тағы да айтылатын дүние, бұл жерде қысым үшеу болады. Ал мына жерде қысымды 2 қысым деп қана есептедік. Енді қарасаңдар, бұл жерде у тәрізді түтікшеде сынап және су, мынау сынап, сұр болып тұрған сынап, сын деп қойдым. Одан кейін мынау су, мына жерде белгіленіп тұр. Одан кейін мынау бізде керосин болып тұр. Енді сынаптың деңгейі сол тармағына қарағанда дейді. Мынау сол жақ, мынау сол жақ. Мынау оң жағында тармағына қарағанда, мына дельта ашы не болып тұр екен? 1 сантиметрге артық болып тұр екен. 1 сантиметрге көтеріліп тұр екен. Енді не істейміз? Мына тең болып тұрған жағын уже болды алып тастаймыз, ары қарай қарамаймыз. Енді мына жақта қандай қысым бар? П су деген қысым бар. Еще мына жерге бүйтіп алыңдар. П1, мына жерге П2 деп алыңдар, П1, П2 деп алыңдар. Енді бұл жерде не деп алатын едік? П1 мен П2 тең деп алыңдар. Немесе бұлай жазбасаңдар да болады. Мына жерге қараңдар, мен өз түстермен жазып қояйын. Мынау алып тастайық онда. П керосин плюс мына жерде не бар? Сұр. Мына жерде сұр түсті бар ма екен? Так, мынау мен жазайын. П не бар? Сынап бар, П сынап бар. Енді мына жақтікі. Мына жақтікі, мына П су. Демек, тең ортасынан бөлеміз де екеуін істейміз, тең деп қоямыз. Сонда мен не деп жазам? П су тең, П керосин плюс П сынап деп жаздым. Сонда мынау бірінші тармақ пен екінші тармақтағы қысымдар не болады екен? Өзара тең болады екен. Мынау бірінші тармақтағы П су, яғни судың қысымы, мына жақтағы керосиннің қысымы мен сынаптың қысымына тең болады деп алады екенбіз. Енді екеуіне де бірдей не әсер етіп тұр? Атмосфералық қысым әсер етіп тұр. Ол атмосфералық қысымды біз не деп белгіледік? П1 мен П2 тең деп алдық. Енді оның ішінде не бар құрамында? Құрамында керосин бар, құрамында сынап бар. Ал мына судың құрамында тек қана су ғана